Жаяу жүру адам үшін алғашқы көрсетілген медициналық көмек. Күн сайын жарты сағаттан таза ауада жүру адам өмірін 2 жылға ұзартады. Дегенмен техниканың қарқынды дамыған заманда кейде бір сәт далада жүріп демалуды ұмытып кетеміз. Дәрігерлердің зерттеуі бойынша ағзадағы жүрек қан тамырларының жұмысы жақсы болу үшін әрбір адам күніне 10 000 қадам жасауы тиіс. Ендеше жаяу жүрудің 20 негізгі пайдалы тұсын ұсынамыз. Жүрек ауруы болмауына себеп. Артық салмақтан сақтайды. Мықты антидепрессант. Белсенді болуға көмектеседі. Көңіл күйді дұрыстайды. Қан айналымы жақсарады. Семіздіктен сақтайды. Ойымды сейілтеді. Өкпе қызметін жақсартады. Күннен қуат алады. Рак дертін болдырмауға себеп. Ұйқыны жақсартады. Спорттың түрі. Спорттан кейін дененің тез қалыпқа келуіне себеп. Өмір сапасын көтереді. Қант диабетін болдырмауға себеп. Жақсы идея шығуына себеп. Бұлшық еттер қатаяды. Қан қысымын жақсартады. Иммунитетті жақсартады. Науқастың жалпы денсаулық жағдайына сәйкес адамнан адамға өзгерсе де, дені сау адам аптасына 5 күн орта есеппен күніне 30-60 минут жүруге тиісті. Жүйелі серуендеу жүрек қан тамырлары денсаулығынан психологияға дейін көптеген тақырыпта адам денсаулығына ықпал етеді. Жаяу жүрудің пайдасы. Қан айналымын және қан тамырларының мөлшерін арттыру арқылы ағымын жақсартады. Жүрек тамыр және кейбір цереброваскулярлық аурулардың қаупін азайтады. Жүрек бұлшық етіне қоса, дене бұлшық еттерін нығайта отырып, одан тиімдірек жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Стресс жағдайында қан қысымының көтерілуін азайту арқылы қан қысымын реттейді. Лимфа айналымына көмектеседі. Зат алмасуды ынталандырады. Ол метаболизм жылдамдығын арттырады, тіпті дем алғанның өзінде салмақ тастауға мүмкіндік береді. Буындар мен бұлшық еттердің икемділігін арттыру арқылы арқа мен мойын ауруын жеңілдетеді. Стрессті азайтады. Тамақтануға деген құштарлықты, тәбетті бақылауға алуға көмектеседі. Энергия береді. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Қант диабетін бақылауға және алдын алуға көмектеседі. Сүт безі, қуық асты безі және асқазан ішек жолдары сияқты қатерлі ісіктің кейбір түрлеріне қарсы тәуекелді азайтады. Жүрек қысымы және инсульт сияқты аурулар үшін көмекші реабилитацияны қамтамасыз етеді. Ішектің жұмыс істеуін реттейді. Тұрақты серуендеу ас қорыту жүйесін жақсартады. Ішқатуға жақсы әсер етеді және ас қорыту жүйесі ауруларының жиілігін азайтады. Ұйқы режимін реттейді. Аяқ пен жамбас аймағындағы бұлшық еттерді күшейтеді. Сондай-ақ сүйектерді нығайта отырып, остеопороз қаупін азайтады. Әрбір дені сау адам жүре алады. Алайда бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар, аяғында жарасы барлар және жаңадан ортопедиялық операция жасағандар дәрігердің кеңесінсіз жүрмеуі керек. Әрбір дені сау адам жүре алады. Алайда бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар, аяғында жарасы барлар және жаңадан ортопедиялық операция жасағандар дәрігердің кеңесінсіз жүрмеуі керек. Иммундық жүйе күшейеді. Зерттеулер көрсеткендей, қарқындылықтағы тұрақты жаттығулар иммундық жүйені нығайтады, аурудың жиілігін азайтады және ауруды жұқтырған жағдайда оны оңай жеңеді. Артық салмақтан арылу үшін 5 күн жүріңіз. Зерттеулерге қарағанда аптасына кемінде 5 күн 30-45 минут бойы орташа және жоғары деңгейде жүру артық салмақпен күресуге ықпал етеді. Жаяу жүру қарқындылығы жоғарыласа, апталық жалпы уақытты қысқартуға болады. 10 минут бойы созылу жаттығуларын жасаңыз. Жаяу жүру алдында және кейін аяқтың алдыңғы, артқы және сан бұлшық еттерін созу жаттығуларының әр серуендеуден 5-10 минут бұрын жүйелі түрде